Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Есімім Назира. Қыздар, бүгін үй жағдайында уха пісіреміз. Балықтан уха пісіру рецептісімен бөлісем. Өте оңай, жылдам дайын болатын тағам. Мендегі балықтың бастары, сосын балықтың құйрық жағы. Осылай кастрюльге салып, үстіне су құйып, 20 минут қайнатып пісіріп аламын. Баяу отта жайлап пісіріп алам. Ішіне бүтін бір пияз салып жіберем. Енді балығымды пісті. Піскеннен кейін балығымды сүзіп аламын да. Қыздар, видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Және де менімен бірге осы тағамды жасап көріңіз. Өте жылдам дайын болады. Және бұл тағамның пайдасы адам организміне орасан зор. Балығымды сүзіп аламын. Сосын жаңағы сорпаның ішіндегі балықтың сүйектерін бәрін сүзіп аламын. Енді ішіне көкөністерімді саламын. Пиязды салам, болгар бұрышы, сосын сәбіз, картоп бәрін салып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, дәмдеуіштер салып, көкөністерімді тағы 20 минут, 25 минут қайнатып пісіріп аламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Мінекей осылай пісіріп аламын. Тұз, қара бұрыш, енді дәміне қарай өздеріңіз қарайсыздар ғой. Кішкене осындай горошек бұрыш салып жіберем. Кориандр қостым. Бір 2-3 лавр жапырағын салып жіберсеңіздер болады. Енді бетін жауып, 20 минут, 25 минут қайнатып пісіріп алам көкөністерімді. Мінекей, менің тамағым пісіп дайын болды. Өте керемет, дәмді, пайдалы. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін көп рахмет. Сау саламатта болыңыз.